Қазіргі таңда мамандықтың түрлері өте көп. Қандай мамандық болмасын, өзінше қызықты әрі күрделі. Ал осы мамандықтардың ішінде жан-жақты, білікті, икемділікті, шеберлікті, ерекше мейірімділікті қажет ететін мамандықтың бірі тәрбиеші мамандығы. Адамдарды ежелден ойландырып келе жатқан қоғамдағы құрылыс пен тіршілік өзгеріп жатса да, қажеттігі мен маңыздылығы жоймайтын маңызды мәселе ол ұрпақ тәрбиесі. Осы орайда Ақмола облысы Зеренді ауданы Зеренді селосының Балауса бөбекжайының модератор санатындағы тәрбиешісі Оспанова Нұргүл Бейбітқызының еңбек жолы туралы айтқымыз келеді. Нұргүл Бейбітқызының еңбек өтілі жалпы 11 жыл. Осы 11 жыл ішінде көптеген балаларды балабақша табалдырығынан аттандырып, мектеп өміріне шығарып салды. Балаларды дамыту мақсатында әртүрлі конкурстарға қатысады. Серік Аяна, Булатова Аймира мен зерттеушімін республикалық конкурсының аудандық кезеңіне қатысып, 3-ші орынға ие болды. Бабушкина Ульяна, Егінбай Мансур, бояулар құпиясы республикалық конкурсына қатысып 1-ші орын алды. Конкурстар нәтижесінде жетекші ретінде алғыс хаттармен марапатталған. Мектепке дейінгі ұйымның үздік педагог республикалық байқауының аудандық кезеңіне бас жүлде ұтып алды. Сонымен қатар мен мысығым үй жануарларымен балаларды таныстыру, сөйлеу тілдері мен ұсақ моторикасын дамыту, тапсырмаларды ұқыпты орындауға тәрбиелеу мақсатында Зеренді ауданына қарасты молодежный елді мекеннің Айгөлек шағын орталығында педагогтарға арналған шеберлік сыныбын өткізіп, әдістемелік көмек көрсетті.